Ерлердің 70%-ы 60 жастан кейін эрекциясыз оянады. Және бұл дененің сигналы. Бүгін эрекцияның болмауы ертеңгі инфарктті білдіреді, және бұл осы зерттеуде дәлелденген. Бірақ бәрін бір жола өзгертудің жолы бар, тіпті ауыр жағдайларда және эрекцияның толық болмауында. Бұл бейнеде мен әрбір ер адамға қолдау көрсетемін, және ең жақсы Viagra жұмыс істейтін хаттаманы көрсетемін. Ол тегін. Эрекция бұл мидың тікелей және кейінгі гормондар арқылы басқарылатын тамырлы механизмнен басқа ештеңе емес. Осылайша, бұл жүйедегі кез келген өзгерістер немесе оған сырттан әсер ету проблемаларға әкеледі. Мен олардың кейбірін аралап, ең маңыздыларына тоқталамын. Бірінші ауқымды топ. Бұл жүйке жүйесіне әсер ететін барлық нәрсе. Бұл дәрі-дәрмектерді, ұйықтататын дәрілерді, седативтерді, антидепрессанттарды, есірткіні және басқа психотроптық препараттарды қабылдауды қамтуы мүмкін. Ми бұл процессор, ал нервтер шартты сымдар. Бірқатар неврологиялық аурулар мидың жұмысына да, жүйке талшықтары арқылы импульстардың өткізілуіне де әсер етуі мүмкін. Бұл склероз, Паркинсон ауруы, бұрынғы инсульт, алкогольдік полимеропатия болуы мүмкін. Диабеттік полиневропатия, жамбас хирургиясына байланысты хирургиялық жарақаттар. Соның ішінде тік ішек аурулары, қуық асты безі және қуық ісіктері. Соның ішінде зәр шығару терапиясынан кейін ықтимал себептердің жеке тобы психогендік болып табылады. Ең жиі кездесетіні жастардың басты жауы жыныстық сәтсіздіктерді күту синдромы. Мен сізге олармен қалай күресуге болатынын міндетті түрде айтамын. Депрессия мотивацияны да, либидоны да, стрессті де, жұмысты да, қаржыны да, қарым-қатынасты да, психологиялық жарақаттарды да, жыныстық зорлық, зомбылықты да төмендетеді. Мүмкін болатын мәселелердің екінші тобы тамырлы механизмдердің бұзылуы. Мұнда екі себеп бар. Не қан ағымының жеткіліксіздігі, не қанның жеткіліксіз толтырылуы, яғни ағып кету. Эрекция бұл гемодинамикалық процесс. Ең жиі кездесетін тамырлы себеп атеросклероз. Пенисі артерияларының диаметрі 1 м, жүрек артерияларының диаметрі, яғни коронарлық артериялар 3-5 м. Ал каротид артерияларының диаметрі әдетте атеросклеротикалық блашкалардың болуын диагностикалық жүргізіледі. 6-7 м. Сондықтан атеросклерозбен ауыратын науқастарда эрекция проблемаларының пайда болуы миокард инфарктісінің ерте болжаушысы болып табылады. Эректильді дисфункциясы бар емделушілерде 20% жағдайда жүктеме деп аталатын сынақтар кезінде миокард ишемиясы диагнозы қойылады. Бұл жағдайда 5 жыл ішінде миокард инфарктісінің даму қаупі 15% құрайды. Керісінше, қазірдің өзінде жүректің ишемиялық ауруымен ауыратын науқастарда эректильді дисфункция анықталады. Қант диабетімен ауыратын науқастардың жартысынан көбі полиневропатия деп аталатын бөлігі ретінде тамырларға да, нервтерге де 2 есе әсер етеді. Есіңізде болсын. Қант диабетімен ауыратын науқастарда саусақ ұшының сезімталдығы жоғалады. Дәл осындай процестер эрекцияны қалыптастыруға қатысатын нервтерде де жүреді. Тестостерон либидоға, кавернозды денелердің күйіне, тамырлы эндотелиге және жүйке ұштарына жауап береді. Тестостерон деңгейінің жасқа байланысты төмендеуі жақсы зерттелген процесс және 40 жастан асқан еркектерге тән. Сонымен қатар, тестостерон деңгейінің төмендеуіне әкелетін жағдайлардың бірқатар факторлары бар. Семіздік. Дене салмағының әрбір 10 кг артуы тестостерон деңгейін 20%-ға төмендетеді. Қант диабетімен ауыратын әрбір ер адамда тестостерон деңгейінің төмендеуі байқалады. Және керісінше, тестостерон деңгейі қалыпқа келген кезде қандағы қан тұрақтанады. Дүние жүзіндегі дәрігерлер эрекцияның сапасын диагностикалау және проблемалардың ауырлығын анықтау үшін халықаралық сауалнама деп аталатын әдісті пайдаланады. Бұл симптомдарды сандарға аударуға мүмкіндік береді. Ол тек мыналардан тұрады. Және сұрақ. Сіз оны менің Telegram каналымнан өзіңіз жүктеп толтыра аласыз. Сауалнаманы толтырғаннан кейінгі келесі қадам нақты себептерді іздеу. Ер адамдарда жиі кездесетіндердің бірі гипертонияны төмендету терапиясының зиянды әсері. Егер сіздің дәрі-дәрмектеріңіз бета-блокаторлар деп аталатын топқа жататын болса, онда сіз эрекция сапасының нашарлағанын байқасаңыз, дәрігеріңізбен балама терапияны талқылаңыз. Невропатологтар мен психотерапевтер тағайындайтын дәрі-дәрмектерге де қатысты болуы мүмкін. Мен эректильді пікірталастың психогендік факторлары деп аталатындарға бөлек тоқталғым келеді. Бұл білікті сексологтар айналысатын жағдайлардың тұтас қабаты. Біздің командада осындай мамандар бар. Органикалық табиғат пен эректильді дисфункцияны қоспағанда,
науқас маманға жіберіледі. Әсіресе жастармен сол мазасыз күту синдромы туралы сөз болғанда. Жыныстық сәтсіздіктер. Оны емдеу өте оңай және өте жылдам. Ең бастысы маманның қолына түсу. Ретиноидты дисфункцияны диагностикалаудың келесі кезеңі жыныстық гормондарды бақылау. Мұнда бәрі өте қарапайым. Ер адам таңертең қатаң түрде аш қарынға және таңғы 7-ден 11-ге дейін қан анализін тапсыру керек. Жағдайлардың басым көпшілігінде диагноздың бұл көлемі себебін анықтау және терапияны бастау үшін жеткілікті. Бірақ кейде диагноз қою және қан тамырлары механизмінің бұзылуын растау үшін пениса тамырларының доплерографиясы деп аталатын нәрсе жасалады. Бұл кавернозды денелерге арнайы препаратты енгізу арқылы клиникада эрекцияның жасанды модуляциясы, содан кейін дәрігер ультрадыбыстық зерттеу арқылы тамырлы реакцияларды зерттейді. Бұл айқын проблемаларды анық көрсетеді. Не артериялық қан ағымымен, не веноздық ағу деп аталатын аурумен. Менің артымда Израильдің Хадас клиникасы мен Еуропалық медициналық орталықты қоса алғанда жетекші медициналық мекемелерде 15 жылдан астам тәжірибем бар. Диагнозбен күресу керек, немесе екінші пікір айту керек. Мен сипаттамада консультацияға сілтеме қалдырамын. Эректильді дисфункцияға арналған терапияның 5 бағыты бар. Бірінші жол эректильді дисфункцияға әкелген қауіп факторларын түзету және жою. Бұл терапияны түзету, психогендік факторлармен жұмыс істеу және тестостерон деңгейін түзету. Терапияның екінші бағыты 5-ші типті фосфодистераза ингибиторлары деп аталатын топтағы препараттарды тағайындау. Бүгінгі таңда нарықта осы топтағы дәрілердің 5 ұрпағы бар. Терапияның 3-ші бағыты вакуумдық сорғыларды қолдану болып табылады. Онда кавернозды дененің қаны қысым градиенті деп аталатын бойымен толтырылады. Содан кейін резеңке тартқыш сақина қолданылады. Айдалған қанның веноздық ағып кетуіне жол бермейді. Бұл терапияның өзіндік ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Оны дәрігеріңізбен талқылаңыз. Терапияның 4-ші бағыты өздігінен пайда болатын препараттарды қолдану. Мұнда және қазір серіктестерсіз және ынталандырусыз. Бұл дәрігер клиникада пениса тамырларының доплерографиясын жасау үшін қолданатын дәрілер. Терапияның 5-ші бағыты барлық үміттерін жоғалтқандар үшін және барлық жастағы адамдар үшін ең қызықты және перспективалы болып табылады. Бұл мұндай құрылғыны 1 сантиметрлік кішкене кесу арқылы имплантациялау. Бәрі іште, сыртта ештеңе жоқ. Ер адамдар үшін мен оны қарапайым және түсінікті тілмен түсіндіремін. Түтіксіз шинаны елестетіп көріңізші. Енді жөндеуге келмейтін зақымды елестетіп көріңіз. Кейде мұндай жағдайларда мәселе камера дөңгелегінің ішіне орнату арқылы шешіледі. Бұл құрылғының жұмыс істеу принципі бірдей. Имплант жұмыс істемейтін үңгірлі денелерге, кез келген себепке және кез келген табиғатқа арналған камерадан басқа ештеңе емес. Кішкентай, нәзік түйме жазу машинкасына батырылады. Ол қанның орнына осы импланттарға су айдауды белсендіреді. Және назар аударыңыз, сіз бұл импланттың жұмысын 5-15 минуттан кейін емес, имплант иесінің өзі қалаған кезде тоқтата аласыз. Пациенттерде жиі кездесетін сұрақ: оргазм мен жеті атқылау әлі де бар ма? Жауап: әрине, иә. Өйткені оргазм мида жыныс мүшесінің басын ынталандыру арқылы қалыптасады және қалыптасады. Сондықтан имплантаты бар мұндай еркектерде оргазм және жеті атқылау пайда болады. Олар да сақталады немесе қайта жалғасады. Мұндай ер адамдар өздерін кемелдік деп атайды. Әйелдер ерлер физиологиясының ерекшеліктерін тіпті түсінбейді. Қосымша ақпарат менің телеграм каналымда. Денің сау болсын, қамқор бол, жақын арада кездескенше.